Бұл Қытайдағы ең биік ғимарат Шанхай мұнарасы. Оның биіктігі рекордты 632 метр. Тіпті аңызға айналған Бурдж Халифа да оның жанында ауылдағы кішкентай лашықтай болып көрінеді. Батыс сарапшылары қытайларды мазақтап, мұндай зәулім ғимаратты олар 500 жылда да сала алмайды деп сендірген еді. Алайда қытайлық данышпандарға оны нөлден бастап салу үшін бары болғаны 7 жыл ғана қажет болды. Бүгінде бұл мұнарада 127 қабат бар. Олар спираль тәрізді айнала орналасқан, ал 118-ші қабатта әлемдегі ең биік шолу алаңдарының бірі орналасқан. Сол жерден ашылатын көрініске бір қараудың өзі жеткілікті. Бірақ егер биіктіктен қорқатын болсаңыз, ол жаққа бармағаныңыз жөн. Себебі едені толықтай әйнектен жасалған. Сонымен қатар мұнда өте жылдам лифт орнатылған. Ол сізді бар жоғы 55 секундта ең жоғарғы қабатқа көтереді. Ал ішкі жағынан алғанда Шанхай мұнарасы мыңдаған түрлі аймағы бар аспандағы нағыз қала. Мысалы, мұнда әлемдегі ең биік қонақ үй орналасқан. Ол 83-ші қабаттан 105-ші қабатқа дейін жайғасқан. Бұл бірегей жоба қытайлар үшін мүмкін емес деген ұғым жоқ екенін тағы бір дәлелдейді.